Армысыздар, Кармология арнасының тұрақты көрермендері. Сіздермен бірге Алтынай Аман. Бүгін бала күнгі зақымдар жайлы эфир болады. Жалпы зақым жайлы сөз қозғағанда ойға бірден үлкен трагедиялық өткен өмір оқиғалар келеді. Ол біздің өмірімізді түбегейлі өзгертті дейміз, бірақ шын мәнінде зақымды біз бала күнімізде аламыз. Және нақты осы зақым біздің алдағы өмірімізге әсер етіп келеді. Бұл зақымдар жүрегіміздің түбінде жасырын тұруы мүмкін. Себебі онда үңілсеңіз, сіздің жүрегіңіз ауырады. Сондықтан сіз оны жылы жауып қоя салғансыз. Бала күнгі зақым тағдырға әсер ететін болғандықтан жылы жауып қоя салмай, нақты не екенін, неден зақымданғаныңызды анықтауыңыз керек. Ол өте маңызды. Сол себепті осы психологиялық тестті алдарыңызға ұсынып тұрмын. Бастамас бұрын арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар жаңа пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетіңіз. Интуицияңызға жүгіне отырып, экран бетіндегі бір суретті таңдаңыз. Егер сіз бірінші суретті таңдасаңыз, онда сіз өзіңізге деген жақын адамдардың сізге деген махаббаты жоқтығын сезініп, болмады шеттеткенін көрдіңіз. Егер осылай болса, онда сіз самооценкасы өте төмен адамсыз. Басқа адамдармен сөйлеу сізге қиын. Отказдан, сізді қабылдамай қоюдан қатты қорқасыз. Біреу сізге жаман сөз айтса, сіз оны жеке басыңызға қабылдап, өзіңізді төмен санайсыз. Сіздің үлкен өмірлік емтиханыңыз ол өз өміріңіздің өз қолыңызда екендігін түсіну, бәрі де қолыңыздан келетініне сену болып табылады. Егер екінші суретті таңдасаңыз, онда сіздің ата-анаңыз айтқан уәдесін орындамайды. Немесе орындай алмайтын нәрсеге ойланбай уәде бере салады. Бала көңіл ол әзілдің өзін шындыққа балайды ғой. Міне сіз осылай ата-ана тарапынан уәде жағынан көп сатқындық көргенсіз, және осы сіздің жүрегіңізді зақымдаған. Сонымен сіз ешкімге сене алмайтыныңызды сезесіз. Сіз өте общительный болғанымен өте суық адамсыз. Сондықтан жүрегіңізді толыққандай ешкімге аша алмайсыз. Себебі ашсам сатқындық келеді деп ойлайсыздар. Егер сіз экрандағы үшінші суретті таңдасаңыз, онда сіз мазақтық кесірінен зақымданғансыз. Бала күніңізде мүмкін сізді құрдастарыңыз қабылдамаған шығар, мүмкін мазақ қылған шығар. Әлде бір сіздің кемшілік деп санаған нәрсеге нұқып көрсеткен шығар. Мысалы, сіздің артық салмағыңыз үшін мазақтауы мүмкін. Міне осыдан кейін сізге біреулердің сізді қабылдауы өте маңызды болып кеткен. Адам негізі бірінші өзін-өзі қабылдау керек. Өмірде неше түрлі адамдар бар емес па, барлығын сіздің қабылдағанын не істейсіз? Олар тіпті жақсы адамдардан да кір тауып алады. Сонымен сіз үнемі өзіңіз үшін емес, біреулер үшін тырысасыз. Сол сізді алаңдатады. Негізі дұрыс, өзіңнің ең керемет версияң болуға ұмтыласыз. Алайда сіз еркін болуыңыз керек. Сосын басқалардың не дегеніне қатты қызығушылық танытпаңыз. Себебі керісінше болса, онда сіз өзіңізді өте жақсы сезіне алмайсыз. Егер төртінші суретті таңдасаңыз, онда бала күнде сіздің ата-анаңыз болмағанды білдіреді, немесе жақындарыңызды жоғалтқандығыңызды білдіреді. Осыған орай сізде отказдан қорқатын өте үлкен, серьезный проблема бар. Яғни өміріңізде достарыңыз өте көп, сондай общительный адам болғаныңызбен жалғыз қалып қалудан қатты қорқасыз. Сол үшін алаңдап жүресіз. Депрессияға тез түсесіздер. Сіздерге мықты болу керек. Өмір болғасын ештеңе мәңгілік емес. Сіздің өміріңізге келген адам қалай келді, солай кетуі мүмкін. Бірақ сіз қамқор, мейірімді, шынайы адам болсаңыз, сіз ешқашан жалғыз қалып қалмайсыз. Жоғалтып алу әрине қиын, бірақ сіз соған сынбай алдыға жүруіңіз керек. Осы тестқа құртқан уақытыңызға өкінбейсіздер деп сенемін. Өзіңіздің результаттарыңызды пікір астына жазып қалдырыңыздар, себебі маған қызық болып тұр. Ал ендеше аман болыңыздар, алтындар. Келесі эфирде кездескенше.